Армысыздар, құрметті көрермендер, арнада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің онлайн сұхбаты. Бүгін сұхбатқа агенттіктің ақпараттық ағартушылық штабының төрайымы, елбасының алтын сапа сыйлығының иегері, құрмет белгісі орденінің кавалері, аманат премиясының құрметті елшісі Рза Тұрсынзада келіп отыр, және агенттіктің ақпараттық ағартушылық штабының мүшесі, айтыскер ақын Данияр Нұржанұлы Алдаберген қатысуда. Қайырлы құрметті қонақтар. Бүгінгі біздің онлайн сұхбатымыз жалпы агенттіктің ақпараттық ағартушылық штабының қызметі және антикор айтыс жобасы туралы тақырыбында өрбитін болады. Құрметті көрермендер, сіздерде біздің қонақтарымызға онлайн режимінде сұрақ қою мүмкіндігіңіз бар. Жауап береміз міндетті түрде. Ал енді Рза Тұрсынзада осы штабтың қызметі туралы, онлайн айтыс туралы айтып жіберсеңіздер біздің тыңдарманға. Қайырлы күн, қадірменді оқырмандарымыз, қайырлы күн, қасиетті қазақ елі. Үлкен рахмет бүгін осы алаңға шақырып, осы біздің жүріп жатқан шараларға мән беріп, елге қауыштырып жатқанымызға. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанынан Республикалық ақпараттық ағарту штабы қараша айының 28-інде құрылды. Содан бері бір 3-4 ай уақыт өтті, бірақ өзінің қысқа уақыттағы, қысқа мерзімде дүниеге келсе де, біраз ел ішінде біраз шаралар өтті, біраз еңбек атқардық. Енді бұл штабтың ең үлкен қойған мақсаты, ол ең алдымен қазіргі мынау біздің еліміздегі жалпы қазақтың өзінің салт санасына, тұла бойына, болмысына, ұлттық санасына бір жат дерт қадалды. Ол мынау жаңағы жемқорлық дерті, сыбайластық дерті. Енді осыған жалғыз агенттіктің ғана күшімен осыға тосқауыл болу емес, бүкіл ұлттық қозғалысқа айландыру. Сондықтан агенттіктің төрағасы Али Жатқанбаева Шпекбаев мырзаның қойған мақсаты да сол еді. Осы жаңағы дертке қарсы тұратын әрбір қазақстандықтың бойында сондай жаңағы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Расында да бұл ұлттық қозғалысқа айлану керек. Ұрпағымыздың болашағы үшін, жаңа құрсақта жатқан баланың болашағы үшін бұл үлкен қозғалысқа айлану керек. Біз кәміл сенеміз, бұл енді нарықпен келген, нарықтың қамшылап жатқан бір дерті ғой. Бірақ та осы дерттен құтылу үшін расында да әрбір қазақстандық, әрбір азамат бұны жете түсіну керек. Сол ең алғашқы қойылған біздің ең негізгі мақсатымыз сол. Енді ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы осы республикалық ақпараттық ағарту штабының өзінің медиа жоспарында бірнеше шаралар бар. Бірден ол шаралар жарты жылдарға жасалған болатын. Бірақ соңғы кездегі елімізде төтенше жағдайға байланысты осы айтысты біз онлайн түріне ауыстырдық. Себебі бұл айтысқа біз дайындалдық. Енді осы жағдайларға байланысты онлайнға ауыстырдық. Біраз қобалжыдық, қалай болады, ел қалай қабылдайды. Енді айтысты кәдімгідей алдында жаңа сахнада отырған айтыскер ақындарды қарап отырғаны орны бөлек. Бірақ дегенмен де қазіргі мынау әлеуметтік желіде, YouTube арнамызда, Telegram парақшамызда, одан кейін Facebook парақшасында бүкіл халықтың сондай бір керемет алғысын алып жатырмыз. Халықтың ең алғашқы айтып жатқан әңгімесі, мынау үйде тығылып отырғанда біздің рухымызды асқақтатып, еңсемізді көтерген бұл ерекше шара болды. Сіздерге үлкен рахмет деп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағы онлайн айтысты жүргізіп оңай болған жоқ. Техникалық ағаттықтар болып жатты. Бірақ соған қарамастан да елдің ниеті мен пейілі асқақтатып алып кетті. Сондықтан мен осы қазіргі мынау эфирді пайдаланып, бүкіл осы айтыскердің жанкүйерлеріне, бүкіл оқырмандарымызға ерекше алғысымды айтқым келеді. Сонан кейін агенттік жағынан үлкен қолдау болды. Агенттік жағынан сондай бір жақсы қолдау болды. Сіздерге үлкен рахмет. Расында да мынау осы дертке қарсы тұру, ол жаңағы
қамаққа алу, я болмаса жұмыстан босату, я болмаса айыппұл төлету деген саясаттан біз қазір басқа саясат алдық. Ол жаңағы агенттік жағынан құрылған алдын алу және парасаттылық саясаты, превенция и добропорядочность. Жаңағы департаменттердің ашылуының өзінде үлкен мазмұн жатыр. Мен сол кезде айтқан, бұл үлкен тарихи қозғалыс. Бұл тарихи қозғалыс, бұл қозғалыс қазақ даласындағы елім жерім деп жаңағы есілден шыққан әр қазақтың бойына ұялататын, әр қазақтың рухын оятып, ар намысын оятып, осы ел үшін, жер үшін, болашақ үшін үлкен жасалып жатқан еңбек. Сондықтан дәл қазіргі жағдайда мен ойлаймын, үндемей ғана үйдің ішінде отырып, әрбір жаңағы азамат ойлану керек сияқты болашағымызда. Енді сол ойдың үстінен бұл айтыс, онлайн айтыс, мен ойлаймын, бөліп түсті. Сол ойдың үстінен. Рахмет. Дер кезінде уақытылы шыққан шара, осы дертке байланысты бәрі де үйлерінде отыр, осыны ескере отырып, бәрі де интернет пен телевизордың алдында. Сондықтан бұл енді популярный ғой, танымал болып баратқан шара деп біле отырмыз. Енді айтыстың ұйымдастыру жағынан қазіргі кезеңін қалай өтіп отыр? Мінекей Данияр Нұржановна сұрақ жолдағым келеді. Қалай өтіп отыр, қандай айтып өтесіз ерекшеліктен осы айтыстың? Рахмет сұрағыңызға. Бұл айтыстың ерекшелігі, жаңа Арза апамыз айтқандай, жемқорлықтың зияны, адал тамақ, адал несібе ризықтың пайдасы жайлы үгіт насихатты жастардың үнімен айтқысы келіп жатыр. Негізі жастардың бұрынғы өткізіп жатқан айтыстарда да жемқорлық жайлы, парақорлық, жамандық жайлы көп өлеңдер айтылған шығар, бірақ жастардың тілімен ол басқа қырынан танылады. Сүйкімді болады, өтімділік жағынан жақсы болады. Мысалы, кезінде Төле би 13-інде төрелік айтқан, Қазыбек 15-інде дау шешкен деген сөздерді жиі естиміз. Ол кездерде 15 жасар балалардан басқа да дау шешетін адамдар болған шығар, бірақ жастардың сол кезде ел ісіне араласып айтқан пікірлері сүйкімдірек болған. Мысалы, бір үлкен ер азаматтың бойында бір жаман әдеті, қасиеті бар шығар. Егер оған достары, үлкендері айтса, ол намысына тиіп, шамына тиіп кетуі мүмкін. Ал егер баласы, немесе баласы мен жас бүлдіршін айтса, онда ол ұялып, қысылып, содан тыйылуға әрекет етеді. Сол сияқты бізде қазір мынау жемқорлық тақырыбын тектен-текке алған жоқпыз. Bir жағынан бұл агенттіктің бастамасы, бағдарламасы, екінші жағынан мынау төтенше жағдай енгізілген кезде көптеген өндірістеріміздің кем тұстары білініп қалды, көптеген салалардың кем тұстары білініп қалды. Ол неден білінеді? Яғни бұған дейінгі іс-шаралардың көп жерінде олқылықтар көп кеткен. Мысалы, тұңғыш президентіміз, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да көптеген қаражаттар әр салаға бөліп жатыр. Сол бөлінген қаражаттар өз нысанасына жетпегендігін көрсетеді. Сол үшін біз осы жемқорлық тақырыбын алып, жастар арасында жастардың үнімен айтқымыз келіп бастама көтердік. Ал енді ұйымдастыру жағына келетін болсақ, негізі мақсатымызды Қазақстанның әр өңірін қамту болған, әр өңірдегі ақындарға да ұсыныстар түсті осы айтысқа қатысу туралы. Бірақ кейбір елді мекендерде байланыс дұрыс болмағаннан кейін, техникалық мүмкіндіктері кем болғаннан кейін, кейбір өңірлердің ақын алған жоқпыз. Бірақ жалпы 16 ақын қатысып жатыр, бірінші айналымы өтті. Біраз жақсы үлгілі сөздер айтылды. Мынау айтыстың алдында Мырзатай Жылдысбеков ағамыз батасын беріп, ақылын айтты. Сол кісінің де бір сөзі бар. Мынау әлемге жайылған вирусты жеңеміз, бірақ ең басты ауру бүкіл әлем үшін бұл жемқорлық деп. Сол сияқты жемқорлықтың зияны жайлы жастар барынша мейлінше өзінің ой өрісінің кеңдігін, соған жаман көзқарасын жақсы білдіріп жатыр. Осы жемқорлық айтысында тағы қандай мынандай мәселеге тоқталып отыр біздің айтыскерлеріміз? Бүгінгі күні неше жұп өзі айтысып өтті, сосын қандай мәселелер қызықтап тұрады ғой енді арасында?
олар әрқайсысы біреу студент болғаннан кейін, біреу дәрігер, біреу мұғалім болғаннан кейін әркім өз саласындағы кемшіліктерді айтып жатыр. Мысалға, жақында Жәнібек Бейбіт деген ақтөбелік ақын бауырымыз ғылым жайын көтерді. Қазіргі кезде осындай төтенше жағдай кезінде біз әншілер емес, өнер адамдары емес, шынымен ғалымға зәру екенімізді басып айтты. Оның бір мысалын келтірейін, ол кезінде Ньютонның мысалын бәріміз білеміз, алма ағашының астында жатқан кезде алма басына топ ет түсіп, содан жаңалық ашады ғой. Сол түйіні бар, қазірде Ньютондар шығар еді, бірақ жемқорлар ағашта алма алдырмағаннан кейін жаңалық ашылмай жатыр деп. Бұл да бір әзілмен, сарказммен жеткізу стилі. Айшолпан деген қарындасымыз семейлік. Сырма Әуесханмен айтысқан кезде де біраз жаңағы тиіскен кезде бір-біріне екі ақын арасында диалогта да осы Иеговтың кем тұстарын айтып жатыр. Қара жерге қаратып қатып қалма, ойда жоқта жасамаған Иегов ұқсап деген сияқты астарлы әзілмен осы кем тұстарды бәрі қамтып жатыр деп ойлаймын. Егер көрермендерді қызықтыратын болса, қазір көріп отқан қай жерде, қай сілтеме бойынша кіріп, қай сайттан көруге болады, кішкене айтып өтсеңіз осыны. Мен айтайын. Үлкен рахмет. Біз енді күні түні осы айтыс басталғаннан бері сенесіз бе, күніне 1-2 сағат ұйықтаймыз ба, ұйықтамаймыз ба? Мынау әлеуметтік желіде бүкіл жаңағы әлеуметтік парақшалардың бәрін қамтып, барлық жерде ақпаратты толыққанды беріп отыру оңай емес екен. Жалпы мынау жаңағы удаленный қазір жұмысқа кеттік қой мына жағдаймен байланысты. Бірақ та үлкен мектепте өтіп жатырмыз. Үлкен мектепте өтіп жатырмыз. Мен оқырмандарыма да менімен бірге өтіп жатыр. Оқырмандарға да айтып жатырмын, айналайындар, бұл енді шегінетін жол жоқ. Сондықтан біз тек қана осы мынау әлеуметтік желінің бүкіл инструменттерін біз қолдана білуіміз керек деп. Сонымен айтыс алаңы YouTube арнасында, бүкіл сілтемелер антикорштаб.kz парақшасында, біздің Instagram парақшамызда бүкіл өңірлер бойынша біздің әрбір өңірдің өзінің парақшасы бар, антикорштаб.kz деген. Соның республикалық парақшасы, сол жерде бүкіл ақпарат бар. Бұл содан кейін сол ақпараттан барлығын шығарамыздағы YouTube алаңында айтыстың өзін тамашалайтын бұл YouTube алаңы. Одан кейін қосымша ақпарат Facebook парақшасында, ол жерде республикалық ақпараттық ағарту штабының негізгі парақшасы. Енді дауыс беру. Осы дауыс беру жағынан кішкене қиналып жатырма деп ойлаймын, бірақ күні түні Telegram парақшасының сілтемесін беріп, Telegram парақшасын тіпті қалай өтіп, қалай дауыс беретініне дейін біз видео жаңағы нұсқалар жіберіп жатырмыз. Бірақ бұл бір жаңа, расында да бұл бір жаңа формат болды. Telegram парақшасында айтыскерлердің өнерін бағалау. Қанша қиналсақ та келе жатырмыз, біз енді қатты ойландық, қалай болады екен осы, таңдау қалай болады екен деп. Кешегі мысалы Сырма Әуесхан деген айтыскер баламыз, мен өзім жақсы көремін Сырма Әуесханды. Бүкіл жаңағы тұла бойы, мінезі, сөйлеген сөзі сондай бір жарасымды жас ақын. Сол жас ақынымыз жаңағы Айшолпан деген қазақтың бір керемет қызымен айтысты. Сол айтыста мысалы соңына дейін, ең соңғы жаңағы секундтан дейін қарап отырдық. Пайыздық жағынан кім алып кетеді екен деп. Енді ойлаймын, қыздың жолы жіңішке, бәлкім қыз кішкене жақсы ұйымдастырды ма, Telegram парақшасында дауыс беруді, енді әйел адам өзін жаратылса қырық жанды ғой, қырық жанды. Әуесхан өзі кішкене былай ашық, аңқылдап қалған сондай бала деп ойлаймын, жаңағы Сырма Әуесханды. Өкінішке орай дауыстың барлығы жұмылып, жаңағы қызымызды қолдап алып кетті, бірақ қызымыз да өткір. Маған салса, мен екеуінде мысалы финалға өткізер едім. Бірақ өкінішке орай жаңағы айтыстың өзінің талабы сол, ең алғаш қойылғанда. Сондықтан біз талаптан содан кейін мынау дауыс беру пайызынан аттап өте алмаймыз. Өте алмаймыз, сондықтан мен енді Сырым бауырымды талай айтыстардың жүлдесі болып жүрген, жүлдегер болып жүрген, бір сондай бір қазақтың бір керемет баласы. Кәдімгідей мен өзім ішімнен
ең соңына дейін бағып отырды. Ал анау жаңа комментарийді оқырмандардың жанкүйерлердің жазғанына қарасаңыз, тура 50-50. Сырымды да қолдап жатыр, шырылдап, қызын да қолдап жатыр қазақ халқы. Бірақ енді пайыздан ешқайда асып кете алмаймыз. Сондықтан Айшолпан қызымыз басымдылықпен алып кетті. Осы бірінші айналымнан сол қызымыз 4-ке шықты. Сондықтан мен ойлаймын, анау комментарийде көп жазып жатыр. Осы айтысты жалғастырыңыздаршы. Мына үйде отырғанда, үстіп қамалып отырғанда сондай бізге жаңағы жан дүниемізге су сепкендей болды деп. Мынау жабылып отырған шаңырақтың астына қамалып қалғанымызды есімізден шығарып кеттік деп. Мақсат та сол еді. Мына жабырқап қалған елдің жаңағы көңілін көтеру, еңсесін көтеру. Қазақ халқы талай енді сор қайнап, сорпасы төгілген халық, не көрмедік. Біздің тарихымызда біз не көрмедік. Бірақ сол бұдан да жаңағы дүлей жағдайларды басымыздан кешірген халықпыз. Соның бәрін біз аман есен осы заманға дейін жеттік, бір уыс қазақ. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақ аз болса да, бір уыс болса да, рухымен жаңағы ар намысы ешбір қамалды, жаңағы ешбір дертті де, ешбір жауды да қамалынан өткізбейді. Мен соған өзім кәміл сенемін. Себебі ана жерде жазып жатқан жаңағы елдің пікіріне қарап отырсаңыз, күн-түні жазып жатыр. Біздің ең алғашқы шығарған постта бір 120 ма, 130 ба репост болыпты. Ең алғашқы айтысқа байланысты шығарғанда. Ол халықтың ниеті ғой, ол халықтың пейілі. Көрдіңіз ба? Мен енді әлеуметтік желіні қалай халық игереді деп қатты ойландым. Бірақ мұнда бір рахмет. Осы эфирді пайдаланып тағы да айтқым келеді. Елге рахмет, елдің пейіліне, ниетіне рахмет. Бұйыртса, әлі талай күндеріміз жақсы болады, әлі бәрі бұдан да біз шығамыз. Әлі талай жеңістерге, жетістіктерге жетеміз. Себебі біз сондай бір ұйысқан ұлтпыз да, сондай бір ұйысқан ұлтпыз. Жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың біз біргеміз деген тастаған ұраны қандай орынды болды. Әрбір постта жаңағы оқырмандардың жазып жатқанында біз біргеміз, біз жеңеміз, бәрі жақсы болады деп сондай хэштегтермен жазып жатыр. Ол енді бүкіл ұлт болып қолдап отыр ғой, бүкіл Қазақстан болып қолдап отыр. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл айтыстың дәл қазіргі жағдайда расында да бір ерекше жаңа көп сипат деп ойлаймын. Иә, жақсы, мінекей. Одан кейін осы финалды айтып өттіңіз. Финал кезеңі қай уақытқа жоспарлануда? Финалға неше, 2 айтыс өтті ме? Иә, енді қазір бірінші айналымы бітті. Енді келесі айналымға көшеміз. Ол жерде 4 жұп шығады. Ол жеребемен шығады. Бұл айтыстың Әділқазылар алқасының төрағасы Мырзатай Жолдасбеков ағамыз. Мырзатай аға енді 2-ші жеребені шығарады. Одан кейін финалға шығамыз. Бұйыртса, жоспар бойынша біз осы 7-нің жексенбісінде жеңімпазды анықтаймыз. Осы аламанның жаңағы гран-при кім иегері болады. Соны анықтаймыз. Сондықтан халық айтатын, оқырмандарға айтатын алыстамаңыздар. Біздің көретін ең жаңағы қуырдақтың шыжығы әлі алда. Біздің мынау ең мықтылардың мықтылары қазір бәйгеден озып, үлкен сіздерге өнерін көрсетеді. Жас ақындарымызды қолдаңыздар, шабыт беріңіздер, шабыт сыйлаңыздар. Байқап отырсыздар ма, бұл онлайн айтыс. Әркім өз шаңырағында отырып, енді бұндай айтысқа ақындар да үйренбеген. Бірақ соған қарамастан ақындардың жаңағы шабыты ерекше. Бұлай қарап отырсаң Данияр, шабыты ерекше. Сондықтан бұйыртса әлі қуанышымызбен бөлісеміз, жүлдегерді анықтаймыз. Бірге болыңыздар, біз біргеміз. Екінші бір сұрағым осындай бар. Осы жүлдегерлер анықталғаннан кейін, жеңімпаз анықталғаннан кейін, оларды осы агенттіктің ақпараттық ағартушылық штабының қызметіне араластыру жоспарда бар ма екен? Қалай? Жеңіп кете ме, әлде оларды араластырып жұмысқа бір жоспар бар? Рахмет жаным, мынау өте бір орынды сұрақ болды. Рахмет. Айта кететін жағдай, осы айтысқа қатысқан біз әдейілеп осы жас буынды шақырдық. Төселген жаңағы бүкіл атақтар дүркіреп тұрған айтыскерлерді емес, жас буынды шақырды. Себебі жас буынның жүрегі таза,
олар жаңағы ақтақ деп, қараны қара деп, жан-жағына жалтақтамай қалай көріп жатса соны айтады. Жалпы ақындар сонау ақын заманынан бері қазақ даласында ақындардың бұл суырып салма өнері өте көне өнер. Бұл жаңағы ақындардың ел ішіндегі атқаратын ең үлкен қызметі ол елдің көңіл күйін жеткізу. Сол заманнан бері елдің көңіл күйін жеткізу, елдің жаңағы мұң-мұқтажын айту, ашық айту. Сондықтан ақындарды мен бұлай заманауи тілмен айтқанда халық пен биліктің арасында алтын көпір дер едім. Бұл расында да алтын көпір. Халық пен билікті жаңағы бір-біріне жұғыстырып, бір-біріне жаңағы қауыштырып, жақсысын жасырып, жақсысын асырып, жаманын жасырып, бір сондай бір зиялы түрде елдің көңіл күйін беретін. Кешегі жастарды қарап olsаңшы, жастар деп айтуға ойланасың. Себебі айтып отырған әңгімені қалай астарлап тұрып, әдемілеп тұрып, мынау қазіргі қоғамда болып жатқан неше түрлі дерт, әсіресе осы жемқорлықтың дертін қандай әдемі зиялы түрде жеткізіп жатыр. Мен қарап отырып қайта-қайта, содан кейін бір жақсы мынау мен онлайн айтыстың бір жақсысы кешке жақын шай ішіп, сол төсекте жатып алып тұрып, телефонды құшақтап тұрып көруге болады екен. Өте бір сондай функционалды, ыңғайлы екен онлайн бір жағынан. Сондықтан мен ойлаймын, енді бұл айтысқа жаңағы сұрағыңызға оралайын. Бұл айтысқа қатысқан жастарды біз, олардың барлығы біздің ақпараттық ағарту штабының мүшелері. Данияр бауырымыз республикалық ақпараттық ағарту штабының мүшесі, осы айтыс блогына жауап беретін баламыз. Үлкен рахмет, Данияр, айналайын, еңбегің жансын, мынау ең алғашқы қадамың құтты болсын. Бүкіл елдің атынан рахмет айтамын. Қаншама ел жұрттың жаңа батасын алып жатсың. Ол батаны агенттік алып жатқан жоқ, ол батаны мен алып жатқан жоқ, ол батаны осы жас ақындар алып жатыр. Себебі нағыз көңіл күйді сыйлайтын сендерсіңдер жаным. Сол енді жаңағы өңірлердегі осы айтысқа қатысқан ақындардың мен бәрі деп айта алмаймын, бірақ басым көпшілігі біздің өңірлік штабтың мүшелері. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл үрдіс жалғасын табады. Бұйыртса ақындарымыз, жалпы мен ойлаймын, мынау ақындар айтысын әрбір бір 3-4 айда, бір квартал сайын, я болмаса жарты жылдықта өткізіп отыру керек. Себебі елдің ахуалын, жарты жылдық елдің көңіл күйін, ахуалын, қоғамдағы бір өршіп тұрған бір жаңа түзетеміз деген нәрсені ашық айтатын осы ақын балаларымыз. Сондықтан мен бұйыртса ойлаймын, жалғасын табады. Жаңағы сұрағыңызға рахмет. 90% осы біздің штабтың мүшелері. Рахмет. Жауапта бізде комментарийға көрермендердің сұрақтар қойып отыр. Альбина деген көрермен бас жүлде қандай екен деген сұрақ. Рахмет. Енді бас жүлде, жалпы мынау айтыскер қауым ақындар өте бір елдің ортасында жүретін, сонан кейін шаңырағында күні-түні жаңа қонақтан бастары қонақтан босамайтын бір, мен ойлаймын, киелі шаңырақ, әрбір ақынның шаңырағы бір киелі шаңырақ. Сондықтан көп ойланып, мен өзімнің мекемемнің атынан Алтын Орда авторлық дизайн үйі, бұл қазір енді қазақ елінде бір үлкен бренд айланды, жалғыз елдің ішінде емес, елдің сыртында да осы біздің көне дүниемізді дәріптеп, көне дүниеміздің жаңағы жаңғыртып, жаңартып, бір жаңа концепцияда беріп жүрген ұжым. Сондықтан мен ойладым, ең бірінші гран-приге бір үлкен әдемі қазақша бөлмесін сыйласақ деп. Әлі жасалып жатыр. 2 ай болды жасалып жатқаны, әлі жасалып жатыр. Құлай бұйыртса, біткеннен кейін бір әдемі, мен бұл онлайн ғой, әдемі бір видеоклип түсіріп, әдемі бір видео ақпаратты біз ұсынамыз. Ол жаңағы гран-при. Сонан кейін енді айтысқа қатысқан жас ақындарымыз бар ғой. Өз шаңырағында отырып ешқандай шығындалмаса да, ол мен ойлаймын шығармашылық адамның шабытының да құны бар. Ол шығармашылық адамның жаңағы алла сыйлаған өнерінің де құны бар деп ойлаймын. Сондықтан да дәл осы жағдайда мынау жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ел ішіне тастаған ұраны, осы қазіргі карантин кезіндегі біз білгенбіз деген ұраны бар. Сол логотипті біз әдемі жастықша түрінде жасадық, оны сондай бір әдемі кестелеп жасадық.
сол әрбір жаңа ақынымызға бұл енді бір тарихи кезең, бұл өтпелі кезең, бұл тарихи кезең. Мен ойлаймын, қазір осы кезеңнен кейін бүкіл қазақ даласы, бүкіл қазақтар ғана емес, қазақстандықтар емес, бүкіл әлем адамзаттың бір ойланатын кезеңі. Мен ойлаймын, бір мынау санада, содан кейін өмірлік ұстанымда бір ерекше жаңа қайта жүктелу болады, перезагрузка болады бәрібір. Сондықтан да осы тарих кезеңнен естелік болсын деп, сол біз біргеміз деген ұранды, соны логотипімізді жастықша жасап, соны әрбір ақынға жібереміз, бәрі біткеннен кейін Алла берсе бір жиналып, тағы да бір алдарыңызға келеміз, көрермендер. Себебі мен онлайн дейді, почтамен жібере салғым келмейді. Әрбір ақынның қолынан ұстап, әрбір ақынға алғысымды айтқым келеді. Осындай жағдайда елдің өстіп, жаңа көңіл күйін аулап еңсесін көтерген үшін. Одан кейін ерекше алғысымды айтқым келеді Мырзатай Жолдасбеков ағамызға. Мен ол кісіден ақындап, былай енді ақындап, тамырын басып сұрап көрдім. Мен ол кісінің кітаптарын бәрін оқыдым. Бұл ерекше бір шежіре кітап. Қазіргі осы заманның ұлттық салт сананың бір ерекше бір кітап жинақтары. Мен оқыдым. Соны ақындап айттым. Мен сұрағанда бір кітап сұрадым. Аға, осылай ақындарымызға сіздің бір әдемі бір кітаптан ұсынайықшы деп. Енді Мырзатай Жолдасбеков ағамыз жаңағы мырза ағамыз ғой енді. Сондай бір мырзалық танытты. Әрбір жас ақынға 8 томдық кітабын әрбір жас ақынға жаңағы сыйлық ретінде ұсынды. Ол жайлы мен айтқан жоқпын. Мынау сұрақтың желісіне келтіріп айтып отырмын. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл бір үлкен бір рухани қазына 8 томдық кітап. Алғанда бар, оқығанда бар, оқымағанда бар, қолы жеткенде бар, жетпегенде бар. Өте бір әдемі кітап, өзінің шығарылымы да, жаңа ішіндегі мазмұны да. Сол 8 томдықты әр ақынға біз бұйыртса бәрі біткенде бір басымыз жиылып, бір жиынды жиылып, бір шай ішіп табыстаймыз. Алла берсе. Сондықтан қадірменді оқырмандарым, жақсы күндеріңіз алдымызда, бәрі жақсы болады. Біз біргеміз. Рахмет, жақсы екен. Мына жерде біздің көрермендеріміз айтып отыр, енді сеттің нашарлығынан айтысты толық көре алмадық дейді, рухани байлық жинаудамыз. Енді жалпы комментарийді қарап өтсеңіз, көптеген жақсы ілтипат білдіріп отыр көрермендеріміз. Рахмет. Соны егер қазір айтып өтсеңіз, тікелей эфирде өтіп, одан кейін бір жерге жазып, арнайы видео съемка жасап, бір жерге сілтеме жасап салмама ютубқа ма, егер тікелей эфирде көре алмай қалып, одан кейін записпен дұрыстап көре алады ма көрермендер? Өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақ жаңағы айтыстың кезінде де мен көрдім. Ел пікірмен бөлісіп жатқанда, мына Wi-Fi-ды әбден қорқытты ғой бізді деп. Жаңағы мына нағыз шабыт тасып жатқан кезде жаңағы Wi-Fi шабытымызды тежеп тастады ғой. Сондай көрермендердің жазған жазуына қарасаңыз риза боласыз. Мына айтыстың көрермені, мен ойлаймын, жай көрермен емес. Бұл мынау қазынаның құнын білетін көрермен деп ойлаймын. Себебі жазған пікірлерін қарасаңыз, сондай бір әдемі шабыттанатын пікірлерді. Енді жаңағы айтып жатқанға мен бұны біз ескердік, бұл болуы мүмкін дедік. Жаңағы техникалық ағаттар Wi-Fi-ға байланысты әлеуметтік желінің өзінің бір издержки дейді ғой енді, келеңсіз жағдайы. Бұйыртса мен ойлаймын, бұл айтысты бүкіл халық әлі жаңағы бір үлкен алаңға жиналып, бір үлкен концерт залына жиналып, біз бұл айтысты әлі осы тақырыпта жалғастырамыз. Бұдан да керемет айтысты көресіздер. Енді дәл қазіргі болып жатқан мынау әлеуметтік желінің ағаттықтарым үшін мен кешірім сұраймын. Расында да қиын екен, мен өзім көріп отырып, бір айтыскерлердің дауысын естімей қалдым, анау сбой болып қалыптағы. Сондықтан мен ойлаймын, тіпті мынау дауыс берудің өзі сол техникалық ағаттықтар кішкене келеңсіз жағдайын туғызды. Бірақ та бұл енді алғашқы басқан қадамымыз. Сондықтан мен ойлаймын, ең алдымен айтыскерлердің, ақындарымыздың халыққа сыйлаған ниетімен пейілі, халықтың қолдаған ниетімен пейілі, агенттіктің осы жемқорлық жолында жасап жатқан үлкен еңбегінің пейілі. Бәріміздің отырса да, жаңа осындай дерт жаулап жатыр деп, соның өзінде де мен ойлаймын, халықтың көңілін көтере білдік, көңілін аулай білдік. Әрбір
жаңа көрерменнің жүрегіне ерекше бір рух сыйлады деп ойлаймын. Қоса кетейін. Жаңа айтып жатыр ғой, расымен де техникалық ақаулар қоғамның бір кем тұстарын көрсетті. Бірақ мемлекет басшысы жаңа кешегі онлайн сабақтағы кемшіліктерден кейін бұйыртса әр ауылда байланыс болады, интернет болады деп уәде берді ғой. Біз бергенбіз деген ұранмен осы сөзге де қолдануға болады. Бұйыртса бәрі жақсы болады. Кезінде бір айтысты бір ақынға сен өңіріңнің көшелері жаман екен шұрқ тесік деген кезде сол ақынның жауабы береді. Бұйыртса жақсы күндеріміз алда, есігінің алдынан такси ұстап Европаға кететін күн туады деп. Сол демекші көшелер де дұрысталады, сетті байланысты дұрысталады. Мұқағали атамыздың сөзі бар ғой, өмір деген өлем деп қарамау деп. Тек қана жаман нәрсені айта берсек, өмірден түңіліп кетеміз. Сол себепті жарқын күнге үміт ету керек. Мынау айтыс тек екі ақынның арасында диалог болған жоқ, бұл көптеген тап өкілдерінің, көптеген салалардың диалогы болды. Тургеневтің «Отцы и дети» деген шығармасы бар ғой, екі буын арасында қақтығыс. Сол сияқты 3 ай бұрын мынау біз жас айтыскер ретінде, ақындар ретінде, жас буын өкілдері ретінде айтыс жасау ойымызда өреді. Сөйтсек Арзапайда да сондай ой бар екен. Сөйтіп екеуміз бір уақытта бір-бірімізге хабарласып айтыс ұйымдастырайық деген жоба туған негізі. Жаңа апамыз айтты ғой, өзі үлкен залда өткізгіміз келген, бірақ енді осы жағдайға байланысты онлайн режимге көшіп, біз де онлайн айтыс жасап жатырмыз. Бір жағынан бұл, екінші жағынан агенттіктің қолдауы да бір тегінен тегін емес. Себебі агенттік бұл биліктің құралы, биліктің өкілі болғаннан кейін, біз халықтың өкілі болғаннан кейін, мынау екі халық пен биліктің ортасына көпір болып, осы айтыс ұйымдастырылып жатыр. Бұл тарихымызда да болған нәрсе. Кезінде мысалы Бұхар жырау бабамызды Абылай ханның кеңесшісі етіп алған тегінен емес, бұл да бір ақынның, жыраулардың ел өміріндегі рөлі. Одан бөлек Сүйінбай атамыз Тезек төреге елдің мұңын айтқан, елдің проблемаларын ашық айтқан. Сол Тезек төре осы Сүйінбайдың сөзіне құлақ асып біраз мәселелерді шешкен. Қазірде мынау енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, оның жанынан құрылған республикалық ақпараттық артықшылық штаб жастарды ел ісіне белсенді араластырып, қоғамға пайдасын тигізген жөн болып жатыр. Ақындар ешқашанда ел ісінен тыс болмаған, оған дәлел мынау блокаданың ішіндегі ленинградтықтарға ұран тастаған Жамбыл атамыз, одан бертін келе қаншама Нұрпейіс, Шернияз ақындардың бәрі де осылай ел мұңын ханға, басшыларға жеткізген. Енді мынау бір азаматтар әлеуметтік желілерде айтып жатыр, әзілдеп, карантин жайлы көп әзіл тарап жатыр. Былай ойлап тұрсаң, халықтың бәрі әзіл қой болып кетті ме деп ойлайсың. Өміріміз пойызға ұқсап кетті, ұйқы мен тамақтың арасында өтіп жатыр деп айтып жатыр. Ұйқы тамақ қысқан кезде халық не істейді? Енді созып жатыр карантинді. Бәрі кино қарайды, фильм, кітап оқиды, болмаса концерттер қарайды. Сол арасында халықтың төл өнері, ұлттық рухын көтеретін, өнерді тамашалайтын бір үрдіс бастаған, ол да бір үлкен бастама деп білеміз. Бұйыртса жарқын күндер алда болсын, біз біргеміз деген ұранды айтудан шаршамайық. Бұйыртса бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ, алынбайтын асу, бағынбайтын белес болмайды деп сенеміз. Көп рахмет. Осы игі бастамаңызға сәттілік тілеймін. Осылай онлайн сұхбатқа келіп қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Сәттілік сіздерге. Рахмет, мен бір ауыз кешірім өтінемін. Қазір ана Телеграм парақшасында дауысты қалай береміз деп күні-түні жаңағы бәлкім кейбір көрермендеріміз, оқырмандарымыз түсінбей жатқан шығар. Барлықтарыңызға айтатыным, біздің Facebook парақшамызда, Instagram парақшасында толық ақпарат бар. Сол жерде Телеграмға кірсеңіз, Телеграмда айтыскердің аты мен жөні жазылып тұр. Сол жерге тек қана сол жағыңызда кнопканы баса қойсаңыз, сіздің дауысыңыз бекітіле қояды. Сондықтан да енді келесі айналым, нағыз қызатын айналым, көрермен қауым, жанкүйер қауым, барлықтарыңыз белсене араласыңыздар, қолдаңыздар. Дауыс беру Телеграм парақшасында Антикор штаб KZ десеңіз, Телеграм парақшасы шыға келеді. Сол жерде барлығы айдан анық жазылып отыр. Сондықтан дауыстарыңыз мынау біздің айтыскерлердің өнерінің сыртында қалмасын. Қош келдіңіздер, біз біргеміз. Сізге Роза Тұрсынғызға көп рахмет. Осылай қазақ еліне жақсы шара сыйладыңыздар. Көп рахмет ұйымдастырғанға.
Ал құрметті көрермендер, көріп көргендеріңіз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.